Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін мен сіздерге шие бәлішін жасап көрсететін боламын. Ішінде керекті салмаларымыз, грамдарын барлығын описанияға жазып қалдырамын. Ең бірінші ұнымызды саламыз. Еленген ұнымызды салып алып, менде үй температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Осылайша етіп, 12-10 жақсылап араластырамыз. Bir келкі болғанша. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер болады, пікір қалдырсаңыздар да болады. Менің қазақша каналымның дамуына себепкер болсаңыздар, өте керемет болар еді. Әлі мен сіздерге талай-талай қазақша рецепт видео роликтерді салып қойып көрсететін боламын. Міне осылайша етіп май менен ұнды жақсылап араластырып, бір келкі масса етіп шығарамыз. Енді кезекте менде мына жерде шекерімізді, жұмыртқамызды екеуін бір ыдысқа салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, бір көпіртіп аламыз. Осылай көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Менде мына жерде қопсытқышымызды да салып аламыз. Оның үстінен жаңағы жұмыртқамызды құямыз. Осылайша етіп иілеп аламыз. Қолдың көмегімен қамыр етіп иілеп аламыз. Менде осындай қамыр болып шықты. Осыны екіге бөліп аламыз. Bir бөлігін кіші бөлікке, bir бөлігін үлкен бөлікке бөліп аламыз. Кішкентай бөлігін қойып қоямыз, үлкен бөлігін тапамызға жасап қоямыз. Мұнаны пакетке салып, морозильникке салып қоямыз. Ішіндегі начинкасын дайындап болам дегенше, бұл қатып тұру керек мұздатқышта. Біз ішіндегі салмасын дайындайым дегенше, бұл да қатып тұрады. Бұны мұздатқышқа апарып қоямыз. Міне тапа менде 22 диаметрлік тапа. Осыны жақсылап жайып шығамыз. Барлығын жан-жағына жайып, бір келкі етіп жайып, осылайша бір тегіс етіп жайып шығамыз. Міне менде осылай болып шықты. Бұны бір шетке қойып, бетіндегі салмасы жазда мен мұз қатырып қойған вишналарымызды осылайша алып, сүйегінен ажыратып алып, өзінің суы шығады мұз еріген кезде. Осылайша етіп блендерге салып аламыз. Блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Осылайша етіп бір-екі айналдырып алсаңыздар болғаны. Өткізіп алған шиемізді ыдысымызға құямыз. Осылайша етіп құйып алып, үстіне шекерімізді саламыз. Осылайша ванилинді да салып, бір араластырып, оттың үстіне қоямыз. Бая отта қойып, араластырып тұрамыз. Үстіне кукурузный крахмалымызды да саламыз. Осылайша араластырып тұруымыз қажет. Қатты қойсаңыз отты жабысып кетуі мүмкін. Орташа отта қозғап тұрамыз. Міне менде осылай масса болып шықты бетіндегі салмасы. Осыны бетіне құйып жайып шығамыз. Бір тегістеп. Осылайша етіп лопатканың көмегімен барлық шетіне жеткізіп жайып шығамыз. Жайып болғаннан соң шеттерін жөндеп тегістеп шығамыз. Осылайша морозильниктен алған жаңағы
Қалған тестамызды терканың үлкен көзімен үстіне қарай осылай өткіземіз. Барлық жеріне жеткізіп, осылайша етіп өткіземіз. Бетін жауып шығамыз осылайша тестаның ұсағымен. Аз ғана заттан тұратын осы пирогты жасап көрсеңіздер болады. Шаймен ішкенге өте керемет үйлеседі. Осылайша өткізіп жатқанымызда пешкамыз қызып тұру керек. Қызып тұрған пешкаға 180 градуста 30 минутқа пісіріп алдым. Менің бәлішім пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Дәмі өте керемет шықты. Бір рет болса да өзіңізге жасау мүмкіндігін беріп, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Менің сүйікті көрермендерім.